қанша құралды бергенмен де рух жетіспейді екен. Рух жетіспегеннен кейін адамда қорқыныш, сенімсіздік болғаннан кейін миының, хайуани миын тыңдайды да, жарты жолда желі шығып кетіп қалады. Біз мына қарама-қарсыда жаңа палау центрге барып тамақ іштіңіздер ме? Кім палау центрге барып тамақ ішті? Мына Гранд паркте бар. Мен ішкен сайын жалпы бұған емес, көп жерге барғаннан кейін мен көңіл күйім түсіп қайтады да. Өйткені көз алдыңызға елестетіңізші, мынау қазақтың даласы да. Қазақтың жері ғой. Енді көз алдыңызға елестетіңіз, осыдан 100, 200, 300 жыл бұрын қазақтың біздің батырларымыз Ақнайзаның күшімен, Ақбілектің күшімен қандарын төгіп, соғылысып жүріп осы жерді қалдырды. Енді мен басқа ұлттарға, мен өте националист болғанда жаман, бірақ қарсылығым жоқ. Дегенмен адам баласы өзінің ауыл итінің құйрығы қайқы дейді ғой. Ауылдың итінің құйрығы қайқы дейді. Құйрығын қайқайтып алады да, ауылда тұрған сезеді. Сол сияқты қазақтардың өз жерінде жүргенде сен Ресейге барып, Америкаға барып, бір жерге барып, сен праваңды качать ете алмайсың ғой. Сен Қытайға барсаң, артыңды қысып жүресің. Өзбекстанға барсаң да бір жеріңді қысып жүресің да. Ал өз елінде алшаң басып адам жүруге тиіс. Қай жерге барсаң, қазақтар даяшы, қазақтар пол жуылып жүр. Ана пол центрге барсақ, кеше ғана бір дөңгелек енсек, бір корейский жігіт ашқан. Ана жерде 3 өзбекті әкеп қойған палаумен самса пісіріп отыр. Қазақтар даяшымен пол жуып жүр. Ана корейс ақша сұрап отыр. Санап отыр. Сондықтан біз оны неге істемейміз? Керемет оған білім, керемет істеме керек жоқ. Бізде рух жоқ, сенім жоқ. Біз әбден білмеймін неге екенін тапталып қалғанбыз. Жаңа қазақтың қызы келіп баған абсолют етіп жатыр. Бауыржан екеуміз отырғанда мен айтам, ана дүнген ба десе, дүнген. Бауыржан да, дүнгандар деп. Соны қазақ тілге келгеннен айттым, қожайындарын кім десем, қожайын ғой. Мынау жалшы. Енді қожайын болғаннан кейін жалшысы бар да. Қожайыны кім десем, кәріс дейді. Соны айтам, ұялмайсың ба сен? Неден аға дейді. Неден ұяламыз дейді. Былай қарасаң, қараңыз, мынау алып жер да. Осы қазақтың жеріне бір кәріс келеді. Бір жерді алады да айтады, сен бергел маған жалшы боласың дейді. Анау жақтан бір екі өзбекті келіп палау пісіртады. Ананы қазақ жалдайды, сендер тамақ ішіңдер, үстіндегі ақшаны алады да қалтасына салады. Былай қарасаң, осыдан қабанбайлар, кешегі кенесарылар естісе өкіріп жылайтын еді, қазір ойын көрсетеді. Осы жерді қалдырдық па иттің балалары, біреуге жалшы болып жүрсін деп. Басын чауып тастар еді, шын айтасыз да. Қолында шоқпармен басыңнан бір қойып миың шашып жіберетін еді. Не істеп жүрсіңдер деп. Осы жерге сендер технодонда бір кәріс басқарады, 5000 қазақ жұмыс істейді. 5000 қазақ, 36 миллиард жылдық обороты. Мен бір конференция қатысқан кезде айтты, молодец, қолын қысу керек, бірақ бізде соған әбден жалшылыққа біздің санамыз ұйықтап қалған. Қорқыныш, үрей, сенімсіздік, жалқаулық, бүкіл қандай жаман қасиет бар, бойымызға сіңіріп алғанбыз. Соны жалшы, бағанақ қыздар бар ғой, біреу пол жүріп жүр, біреу зыр жүгіріп жүр. Ана кәріс көзімен басқарып отыр да, анаған бар, мынаған бар деген кезде, аналар бұтынан кәкетіп қойып тұрып жүгіреді. Құдай, осы жер сенің ата-бабаң қолға алуда емес пе? Сен ана бір 60 000 теңгеге жүгіріп жүрсің, анау айына 6 миллион теңге табады. Анау айына 6 000 теңге табады. Неге? Кеше Шымкенттен бар ма? Шымкентте келіп отырсыздар да, бәрім анау күні баған жазады да, ой аға, біз Шымкент крутой, Шымкент бизнес бастап кеттік, біз керемет, біз бүкіл Қазақстанның алдында деп мақтанамыз. Біздікі 20-30%-ға жетпейді екен дейді. Шындығында қарасақ, өзбектер, басқалар қай бизнеске барсаң, көбінесе солардың қолында дейді. Ақтауға барып, Атырауға барсам, бәрі заржылайды. Әзербайжандар басып алған дейді бәрін. Бүкіл станция тек қапсыз, ана жер, мына жердің бәрін әзербайжандар басып алған дейді. Кім сендердің қолдарын байлап отыр? Заң бар ма? Әзербайжандар істесін, анау істесін, мынау істесін, қазақ істемесін деген. Заң жоқ, саясат жоқ ондай. Түріктер бізді мазақтап күледі екен, бір досым айтады да. Түрік достарым бар айтады дейді. Сендер, вы казахи слишком умные, чтобы бизнес делать деп айтады дейді. Сендер 10-100 рет ойланасыңдар дейді. Міне ашсам, сәне бизнес станция келе ма, налоговый келе ма, анау үйтіп қалмай ма, мынау үйтіп қалмай ма деп. Сендер керемет ақылдысыңдар дейді. Керемет ойланып жүрген кезде біз аламыз да просто жасаймыз дейді. Дөнер ашамыз, ананы ашамыз, бұнаны ашамыз, лапшисін ашамыз, бірдеңке ашамыз, жасаймыз, біз ойламаймыз, біз жасай бастаймыз. Сендер сол ойланып жүресіңдер дейді, қиялдап, қорқақсыңдар деген сөз ғой.